Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз Телеграмда канал ашу туралы, сонымен қатар Телеграмда сауалнама жүргізу туралы, создавать ету туралы, солар жайлы видео түсіретін боламыз. Ол үшін біз Телеграмға компьютерден кіріп аламыз да, мына жерде создать группу дегенді басамыз. Сол кезде мысалға мына жерде бір адамды добавить етуіміз керек болады. Біз добавить етеміз адамды. Әлі басамыз. Мына жерге мысалға кез келген нені ойлап сала табамыз. Мысалға 1-2-3 деп қоя салайықшы. Әзірше группа создавать еттік. Енді бұл группада біз тест тапсырмасын беруімізге де болады, яғни тест ұйымдастыруға да болады, болмаса сауалнама ретінде жүргізуге де болады. Кезгі опрос, мына жерде 4 значокты басамыз, опросыйды басамыз да, осы жерде мысалға сауалнама құрастыру үшін біз мына жерге мысалы сауалнаманы қойып, анонимный деген бұнаны алып тастаймыз. Ешкім көрмеу керек. Мысалы мына жерде менде сауалнама тұр, сауалнаманы көшіріп аламыз да, мысалы мына жерге поставить етеміз. Сонымен қатар мына жерде сауалнаманың нелерін, варианттарын мына жерге добавить ответы дегенге добавить етеміз. Өстіп coveровать ставить етіп сауалнама құрастырамыз. Құрастырамызда создать деген батырманы басамыз. Сол кезде мына сауалнама құрастырылатын болады. Мына жерге мысалы біреу толық келісемін дегенді мысалы басып жіберсе, ешкім несі көрінбейді, тек мына жерде голосов пока нет деп тұр, сол жерге бір деп тұрады, бір адам десе. Мысалы осы сауалнаманы толтыру үшін мына группаға адам шақыру керек болса, группаны мына жерде басамыз. Копировать сілтеме дегенді басып, копировать етіп алып, осыны WhatsApp группаға, мысалы сауалнама тапсыратын адамдарға осы сілтеме арқылы жіберіп, осыған Telegram каналға қосып, Telegram каналға қосылғаннан кейін өстіп сауалнама жіберу арқылы сіз кез келген сауалнама ала аласыздар.